да талған шығар уже. Рахмет, жастарға жұмысты болсын. Рахмет. Ал қымбат қонақтар, мінекей туған күнде айтылады тілектер, туған күнде жарылады жүректерде. Бүгін ағамыз бен жеңгеміздің туған күніне тілек арқалап келген, кішкентай бүлдіршіндерімізге тілек арқалап келген барша ағайынның тілегін бірге тыңдайық ендеше. Ортамызға сөз асы жігіт ақын ететін, сүйегір жігітті батыр ететін, қашанда нағашылар деп ортаға Айдос пен Райханның нағашылары, бөлелері және кішкентай ғана қыздарымыздың нағашыларын бірге шақырамыз. Ендеше нағашыларымыз Дүйсен Гүлмира, Серік Салтанат, Бейбіткүл, Алиясқан Жаңыл, Мұса Бейбігүл, Бағдаулет Жанар, Асқар Айнұр, Мейрамбек Гүлбану, Нұрдаулет Жансая, Ернар Жәмила, Досымхан Мөлдір, Елеман Ұлжан, Абылай Айгүл, Айнұр Гүлсара, Абзал, Нұрлан Сәлиман, Нұрбол Нұрила, Нұрсұлу Нұржан, Қайрат Бағила, Серік Манат, Сафуан Марал, Сауран Айғаным, Серік Ақжан, Тұран Мақпал, Бағлан Майра, Қанат Бағила. Және ортамызға Айгөрген мен Айла қызымыздың нағашылары Гүлсім Нұрайшадай апаларымыз бастаған, Жәнібек Гүлнар, Нағима Елмира, Байжан Айдын, Амантай Гүлмира, Әсілхан Гүлзакира Гүлнар, Бағдат Ләззат, Нұрбек Зарина, Ербол Мөлдір, Раушан Балнұр Бигайым, Серік Самал, Руслан Мамыргүл, Раман Бақытгүл, Ақжол Диана. Және осы әулеттің мыңжылдық құдалары Айман, Раушан, Нағима ортаға келсеңізді. Жалпы нағашылар және осы әулеттің құдағиларын ортаға шақырамыз. Ал тамаша әнмен бүгін кешіміздің ең қадірменді қонақтарының бірі Айекеңнің нағашылары, Райханның нағашылары, Қанеке, Айгөрген мен Айланың нағашылары. Ерекше қадіріне бағасы да ұқсайтын алтын тонның жағасына тілегін жүрек жарды айтсын ғане берейік сөз кезегін нағашыға деп ең алдымен Айдостың, Райханның нағашыларынан тілекті бастасақ, кәнеге қай түсте келсіздер, жолына қарай сөз кезегі өздеріңізді. Аға кәнеге. Көкеміз қайда, Айдар көкеміз? Аға келіңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мынау қуанышты дастарханға жиылған ағайын туыс құда жекжаттар. Мынау Айдос, Райхан, сендерге рахмет. Осындай ата-аналарын сыйлап, және де арттарынан еріп келе жатқан бүлдіршіндердің қуанышын бәрін бірге атап өтіп жатқандарына. Құда қаласа Айеке, әпше, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болып, жүзге жете беріңіздер. Мынау Совет өкіметінен бері кейін егеменді Қазақстанда жұмыс істеп, зейнетке шыққандарыңыз құтты болсын. Енді сол рахатын көріңіздер сол өмірдің. Ендігі жаңағы тамада айтпақшы, мен сіздің қызметтеріңізді атқара беріңіздер, шөбере сүйіңіздер. Ал Айдос, Райхан, Құда қаласа, мені де жұрт қараса, ешкімнен кем емеспін, Құдайға шүкір деймін. Мен де 5 қыздан кейін туылғам, Құдайға шүкір. Құда қаласа, сендер Райхан екеуің. Райхан екеуіңе біздің де әке-шешеміздің жолын беріп, Құда қаласа, Дүйсен, Серік, Арғай, Берік, Жомарт сөйтіп, Алла олардың командасын бере берсін. Ешқандай қиындығы жоқ, көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Мен үйленгенде әкем 72-де тұғын, әлі жасында бұл. Ал құрметті мынау құдалар,
Осындай қуаныш той сіздерде де бола берсін. Сол тойдың ортасында барлығымыз бірге жүре берейік. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Командамызға сізге рахмет. Тойды жақсы өткізіп жатсыз. Мынау жас отбасыға бір керемет мотивация дейді ғой, сондай болды сіз мынау. Тура дәлелмен айттыңыз да. Ары қарай кәнекей. Айдос Райхан. Мынау ата-ананы сыйлап, екеуіне той жасап беріп, мынау жеткіншектердің тұсаукесері, пляшағын жасап жатырсың. Рахмет, көпті жинап өстіп келген. Мынау көп ағайын отырған барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Тазакүл айналайын, денсаулығың зор болсын. Айдар екеуің құда қаласа 100-ге жетіп, бір жасықта қартайыңдар. Сендердің көргендерің құда қаласа, осы бала-шағаның рахатын көріп, жақсылыққа жете бер. Айдос айналайын, құда қаласа осының артынан ұрпақтарың өсіп, өне беріп, құда қаласа ойлаған мақсат мұраттарына жете беріңдер жаным. Көпшілік қауым тойға келген сіздерге де отбасыларыңыз осындай бақытты ата-ана сыйлап балалары өсіп, әрдайым қуанышқа бөленіп отыратындай дәрежеге жетсін. Барлықтарыңызға келіп отырған қонақтар, рахмет сыйлап келіп жатқандарыңызға. Той тойғыласып, бақалса, көргендерің жақсылық, мереке, берекелі жыл болып құда Қазақстанымызда өсіп өне беріңдер, көркейте беріңдер құда қалса. Айман құдағи, ортаға келсеңіз. Сіздердің есімдеріңізді атап ортаға шақырған едім, естімей қалдыңыз ба? Айман құдағи, келіңіз. Ал мынау бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Айдос Райхан міне Айдар құда мен құдағидың міне арманы жоқ. Осындай тойлар, осында 63-ке толмаған жігіттерге, қыздарға барлығына жұғысты болсын. Ең бақытты шақ дейді міне Айдар құдағи бақытты 63 емес бір 33-ке адам сияқты тұр ғой. Ал енді мынау Айдос Райхан сендердің отбасыларына той тілеймін. Тойларың тойғаласын. Әрдайым жақсылық тойларға келейік. Осында отырғандар барлықтардың үйіне той тілеймін. Тойларын тойғаласа берсін. Денleriniz сау болсын. Рахмет. Алдына не дейміз? Тойға келген тойшыл қауым, мынау құда-құдағи, мына 60 жасқа толғандарыңыз құтты болсын, денleriniz сау болсын, өмірлеріңіз ғұмырлы болсын, бақыттарыңыз баянды болсын. Мына Айдос Райхан екеуіңе де рахмет, ырзамын. Рахмет, мына құда-құдағиларды аспанға шарықтатып шығарып жатсыздар. Мына кішкентайлардың өсіп өне берсін құда қаласына, артынан құда қаласа ақпайдар келсін, сүннет тойға келуге бізге Алла нәсіп етсін, Алла тағала. Тек қана сіздерге жақсылық тілеймін. Дастархандарың кең болсын, аспандарың ашық болсын әрқашанда. Жолдың әрқашанда ашық болсын. Райхан қызының өзі өте андай ақ көңіл, сондай керемет қой енді, байжан атасына тартқан негізінде. Тек қана жақсылық тілеймін бәріңізге. Аман есен болыңыздар. Немере шөбере шөпше сүйге нәсіп етсін. Bir жаста қартаюға нәсіп етсін Айдос Райхан екеуі. Өте ырзамын, ата-анамды сыйлап, бүгін той істеп бербасын, кішкентайлар той істеп бербасын, өзім ырзамын. Рахмет, көп жасаңыздар. Тек қана сіздердің үйлеріңізге тойға жақсылыққа, қуанышқа, сүннет тойға келем дейік. Алла нәсіп етсін. Құрметті көпшілік, қуанышты болсын. Құда Айдар, құдағи Тазакүл, бүгінгі қос қуаныштарыңыз құтты болсын. Мынау балапандардың қуанышы да құтты болсын, болашақтары жарқын болсын, еліміздің бақытты қыздарының бірі болсын. Ал Айдос Райхан мынау ата-аналарыңызды сыйлап, мынау балапандардың болашағын ойлап, мынау көпті жиып, тілегін алып жатсын, батасын алып жатсын. Тек қана бақытты өмір сүріңдер, осы еліміздің ең бақытты семьясының бірі болыңдар. Мен Аяла мен Айгөлгеннің нағашыларына соңынан берсем деп отырмын, бұл кісілердің әдемі шашуы да бар екен. Құдағиларымыз Айман және Раушан құдағилар.
тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты бол, әр уақытта сіздерге жақсылықпенен қуаныш әкеле берсін. Өбөтөсү өсіп сіздерге жақсы келінмен ұл болып бақытты өмір сүрсін. Құда дейін, мына бүгін 60 жастарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз жақ болсын. Мынау Айдос, сіңілім Райхан, қалай дүние құтты болсын, естіп, мамаларымды естіп, не қылатындарыңа. Әрдайым жақсылық болсын, Құда қаласа тойда. Bir штук жезден бар дейді ғой әлеге. Өзіңіз естіп біліппен тұрсыз енді. Кеңіз ортаға. Той егелері қалай етсе солай болады енді бізде. Рахмет. Татаркұлы, Айдар қожа. Тойларың құтты болсын, дейінші. Құлағаса, бұдан үлкен той болсын. Дейміз. Өмірде бар жақсылық дейміз. Bir жақсылық қартайып құлағаса, елі үшіп шықтың, су көре біліңіздер. Ағай тұқтарын арқасына біліп жүрміз. Райханның Айдосқа көп рахмет. Әке-шешеңіз сылайын. Главное, әке-шешеңіз сылсын, өмірде бақытты болсын. Рахмет. Нағашы аға. Құрмет тойшы қауым, той құтты болсын. Құда қиынма, жаңа жастарыңыз құтты болсын. Жастарыңызға жас қоса беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, 100 жасаңыздар. Құда қаласа осындай тойға жете берейік. Айдос пен Райхан, той құтты болсын. Кішкентай бүлдіршіндер өсіп өне берсін, солардың қызына тоймай жүре беріңіздер. Барлықтарыңа той жұғысты болсын, дендеріңіз сау болып, тойдан тойға жете берейік. Аман-есен болайық. Рахмет енді тілектердің түйіні сіздеріне ұқсат болса, Айла мен Айкөкемнің нағашы апасы мен атасы деп, Бағдат көкесі мен нағашы апасына арнайы сөз іздеген ұсынайық. Бәке келіңіз. Енді Айбек пе, мен енді өзім тамақ өтіп кетейін деп тұрмын. Мен енді мынау қыз сыйлаған еліміз ғой, менің өзімнің қайынбикем тұр мына жерде, одан кейін өзімнен кейін тұрған сіңілім тұр. Осы екеуі сөйлесін. Одан кейін мен Айханымды бағып, қағып өмірге келгенімде сол қараған тағы бір қайын сіңілім тұр. Міне осы еңбек, осылар маған Айхан тура осындай өсмеспен кім біледі енді. Құрметті көпшілік қауым, мына бүгінгі той құтты болсын. Құдағилар, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, зейнеткер тойларыңыз. Дендеріңіз сау болсын. Аллаға шүкір, мына осындай ұлдарыңыз бен келіндеріңіз осындай тойлар жасап беріп, сіздерге қуаныш сыйлап жатқандарына мыңда бір алғыс. Айдос, Райхан айналайын, мына кішкентай бүлдіршіндерің өсіп өне берсін. Алланың құлағына шалынып айтылған жақсы тілектердің бәрі періштенің құлағына шалына берсін. Алла тағала әрдайым осындай жүздеріңнен күлкі кетпей, өмір жастарыңды ұзақ қып, бала шағаларының қызығын көріп жүре беріңдер. Тойларың тойғыласа берсін. Айтып жатқан жақсы тілектің бәрі періштенің құлағына шалынып, Құда қаласа атпайлар келіп, соның сүндет тойларында бірге жақсылықта куәсі бола берейік. Той тойғыласа берсін. Көпшіліктің той құтты болсын. Құдағи жастарымыз құтты болсын. Құда қаласа 90-100-ге келіңіздер. Сол тойды да осы Айдос пен Райхан жасап бере берсін сіздерге. Қуанып тұрмын, рахмет. Осындай келін, осындай ұлдарыңыз бар, бақыттысыздар. Мынау Айдос, Райхан айналайын, бақытты отбасы болыңдар. Мына көпшілік көп түсе көл болады деп, мына бүгінгі тілеп жатқан тілектер қабыл болсын, періштенің құлағына шалынып, Құда қаласа дәл осы жылы, келесі осы жылдай уақытта шілдехана тойға келейік, ұлдың тойын тойлайық. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Осы жылға барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Қайырлы кеш, тойшы қауым, той құтты болсын. Айдос, Райхан жасап жатқан тойдағы құтты бола берсін. Тек жақсылық тілеймін. Той тойғаласа берсін. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жақсылықта қойылған жиналған қауым, Айдар аға, құрметпен жаңа жастарыңыз құтты болсын. Жалпы өмірдегі
әр күннің әр уақыттың белестері бар деп, сол 60 жас деген өз алдына бұл ерекше бір белес. Бұл енді сіздердің билеттеріңіздің зейнетін көретін кез. Құдай қаласа мына бүгін басталуы жаман емес. Мұны ұлдарыңыз, қыздарыңыз өздеріңізге арнап осындай керемет жиын жасап, бүгінгі зейнеттеріңіздің алғашқы күні осындай жақсы ниетпен бастап отыр. Лайым осы бала-шағаларыңыздың, ұл-қыздарыңыздың қуанышына тоймай, әулеттеріңіздің ақ жаулықты анасы, ақсақалы болып, Құдай қаласа ұрпақтарыңызды мың жасаңыздар дегім келеді. Ал Айдос, Айхан екеуінің өз қыздарының бүгінгі жаңа жақсылықтары, пляж шығарып жатыр, тұсау кеседі жатыр. Лайым қыздарының жолы ашық болсын, ерінің ерке қызы болсын. Жалпы дұрыс қой, барлығын тілектеспіз. Құдай қаласа, жаңа Дүсен аға айтып өтті ғой, 5 қыздан кейін еңбегіңді. Лайым ат тізгінін ұстар ер азамат болсын, бірақ дегенде осы 4 қызың сенің ертеңгі қол қанатың, сенің қамқоршың осы 4 қыздан көрдің рахатын. Оны қазір өзіңнің ата-анаңның да, әпке қарындастарының қалай ата-аналарың үшін жүріп жүргенін өзің көріп жүрсің. Лайым осындай бақытты бөлене бер, отбасыларында амандық болсын, тойға жиналған әрбір үйде осындай Айдостай ұлдарыңыз Құдай қаласа ата-анасына қалай құрмет көрсетеді, сіздердің де ұлдарыңызға құрмет көрсететін үлкен бақытты шаңырақта құт берекелі болып жүре беріңіздер. Рахмет, той құтты болсын. Ал кеш жарық мына тойшыл қауым бүгін мынау бір өте керемет бір қуанышты күнге келіп отырмыз. Бұл біздің мынау жаңағы құдамыз бенен құдағиымыз зейнеткерлік жасқа келіп жатыр екен. Айдар ағай, құтты болсын. Бүгін шығып жатсың, таза құдағи шыққан 2 жыл бұрын. Міне құтты болсын туған күндерің жандарым. Дендеріңіз сау болсын. Міне өстіп өсіріп, өніп отқан еңбектеріңіздің зейнетін көріп жатсыздар. Құдай қаласа осындай жақсылық болсын. Дендеріңіз сау болсын. Айдар ағай, сіз әлі бақыттысыз, анаңыз бар алдыңызда. Действительно кәрделмейтіндей жап-жас болып жүргеніңіз сол апамның арқасы, Мария апамның. Ол кісі 100 жасасын, осылай өстіп, орталарыңызда керемет болып жүре берсін. Мынау енді баламның қызыма тілейтінім, жандарың бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Барлық уақытта еңбектерің жансын, басқа ештеңе айта алмаймын. Мына қыздарымыз өсіп өнсін, Құдай қаласа. Солардың рахатын көріңдер, жаңа елдің дұғасы, тілегі, айтқан сөздері қабыл болып, Құдай қаласа. Алла берерден танбасын. Бергеніне рахаттанып отырып жүре берейік. Барлықтарыңызға той құтты болсын. Енді мына мен құда мен құдағиыма жабуым бар. Одан кейінгі мына 2 қызыма бізде жаңағы енді өзіміз әрқайсымыз еншілеп алғанбыз қызды. Айдостың қыздарын. Айдосқа кейін жеңілдеу болсын деп. Бір қызын келінім Ләззат еншілеп алған, Айкөркем Ләззатымыздың өзінің еншілес қызы, біреуі Раушанның қызы. Сонымен әрқайсы өздері бөліп алған, сол 2 қызына 2 өздері алтын сырғалары бар, қызларын әкеліп отыр. Одан кейін құда-құдағиыма жаба берейін, Айдоспен. Одан кейін мынау жаңағы ұл келсін деп жатсыздар, атбайлар келсін деп жатсыздар, осы жерде тұрады. Атбайлар келсін деп жатсыздар, сол атбайлардың шашуы болсын деп, барлықтарыңызға шашу алып келдім, сол шашудан алып, Құда қаласа атбайлар келсін. Кәнігі сесияба табыстайыз. Барша құда-құдағилар. Ал келген сесиябаттарымыз тойда қайтсын. Барша құдағиымыздың да құдағиға алты бар ағаттағайын. Құдамызға жабуы бар. Құдағың мұншылық болсын. Енді қалған кісілер сабыр сақтасақ, мінекен Нұрайша апамыз айтқандай, шашуымыз да келе жатыр. Содан кейін әлде сый-сияпат табыстаймыз. Ортамызды аша қояйық. Ортамыздан кетпеңіздер, асықпаңыздар, жаңа айттық, өзі айландырған 4 тос. Ендеше осы нағашыларымыз алып келген шашуымызды, тойбастарымызды тарқатуға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға жұмысты болсын. Кәніке. Қошемет нағашыларға. Барлық қонақтарға күтер. Ой жұмысы болса ағай. Рахмет,
Ajeke, al, apa. Шымкенттен келген құдашамыз қайсысы? Bir ауыз тілек айтыңыз, кәнігі. Әлі тілек біткен жоқ, кәнігі келіңіздер. Құрметті көпшілік, мынау той құтты болсын. Әрбір шаңырақта тек қана жақсылық той болсын. Айдар жезде, алтындай жездем. Бриллиант әпкем тазағылапке, алтындай қымбатты болыңыздар, құндыздай жағалы болыңыздар. Айдостай алда бергендей ұлғындарыңыздың ақылды кеңесші болыңыздар. Ай жүзді туған, ай бермен назеркедей қыздарыңыздың сом алтын тарағы болыңыздар. Жиремей жүзге жетіңіздер, өмірде армансыз өтіңіздер. Әрбір шаңырақта тек қана ынтымақ, бірлік той, шаттық той болсын. Әрбір үйдің өтерінде тек қана жақсылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз көп болсын, нанымыз көп, уайым-қайғымыз жоқ болсын. Айдос айналайын, Райхан, бақытты болыңдар, дәулетті болыңдар, бай қуатты болыңдар, табысты болыңдар. Ортада әрбір әріптестердің арасында еңбектерің жанып, биіктен шыңнан көріне беріңдер. Құда қаласа, жаңа Дүйсен ағам айтты ғой, құда қаласа уайымдамаңдар, арада Дүйсеннен кейін бел бар деп тұр еді, одан кейін құда қаласа Серікбай бар. Әр уақытта ұл болсын, қыз болсын, бәрі бірдей, бақытты болсын, бармақтай бақ берсін. Еліміз заманнанымыз көп, бәр уақытта тек қана жақсылық той болсын. Осы тұрған көпшілік тек қана барлықтарыңызға денсаулық дейін, ауыз біршілік болсын, сіз біздігіміз арта берсін. Тойымыздағы ең жалынды, ұранды тілек айтқан өзіңіз болдыңыз енді. Лап ет тұрсылардан ән айтып жіберді деп қалдыңызды. Сондықтан мынадай әдемі тілекке бір сыйлық беріп қойсам деп едім. Тойда осындай болып қой, жан көріп қой. Шоқ бол, жоқ болмасам жоқ бол дейді ғой. Бәрекелді құдашамызға рахмет. Бір есеге суретке түсейік, көкекеліңіздер алтынмен аптап, күміспен қаптап қойған шығарсыздар. Құдай қаласа Алла берген үйленіп, кішкентай қыздарымыз тіл ашар, мектепке барып, ұстаздармен танысып. Енді арнайы айтып қоймайсыздар ма енді? Мына жерде осы Аяла мен біздің кішкентай ғана Айгөрген қызымызды нағашы апасы Нұрайша құдағиымызға арнайы дайындаған сыйлығымыз бар. Және әке орнына әке болып, осында ағалық міндетін атқарып жүрген Бағдаттай ағамызға да арнайы сыйлығымыз бар деген болатын. Бәкең келсін, сый-сияпаттарыңыз құтты болсын. Қашанда құрметке ие болып, құдалықтарыңыз мыңжылдық болсын. Енді орта қараш беріңіздер, бір естелік суретке түсіп алсақ, тілек айтқан кісілер бар, айтпағанымыз қосылып жатырмыз. Орта қараңыздар. Енді бүгінгі тойымыздағы ең бірінші би болайын деп тұр, қымбатты қонақтар. Жалпы енді ренжімеңіздер, көпшілік айтып отыр екен, сағат 10 болды, бірінші тосып жатыр деп. Негізі той 6-да шақырылған, өздеріңіз 9-да келдіңіздер. Енді 3 сағат кешіктіңіздер, той 3 сағат кешікті. Ешқандай да көкпе реніш болмасын, сонымен теңесеміз. Енді Беркін аға, дайынбыз ба? Айдар көкемнің достары бүгін досымды көрсет, сен кім екеніңді айтайын деп сіздерді ортаға биге шақырады. Содан кейін тұсау кесеміз. Сыртқа шығып келейін, қазір тез кеп қалам деген болмасын, Аяла ұйықтап қалады. Сондықтан тез әдемі биіміз, әдемі сәтті пайдаланып, тұсау кесер рәсім осы биден кейін болады. Ортаға шығайық, мен микрофонда Беркін ағама ұсынамын. Ортада жалпы би. Бағдат көкесіне арнайы сыйлық. Бәке алдыңыз қояр, құтты болсын. Бағдат нағашы, рахмет, өзіңіздей болсын. Ал көңілдер кәреге.
Рахмет, рахмет, баршаңызға рахмет. Сенімді жұппайма, ешқандай жарыс емес. Мен сенімді бір керемет биледім. Осы достардан бір жұп келсін. Достардан бір жұп келсін, Айдос достарынан. Bir жұп ортаға келсін. Жақсы билеген жұптарға ешқандай билетпей ақ жарыстырмай-ақ сыйлығымыз бар. Музыка қайда? Келсін. Кәдімгі достардан бір жұп. Шабалақ, қошемет. Тоғызға билетіңіздерге күшті билетіңіздер. Мен достарды ғана көрдім. Сіздерге сенейін. Өйткені сіздер үлкен жастардың үлкен ішінде алдамайсыздар. Мынау сізге әдемі сыйлық, бір сыйлықтың ішінде 3 сыйлық бар. Şimdi bonusымен мынау да сізге тек осылай билеңіздер, сыйлық алғаннан кейін билемей қоймаңыздар тағы да. Тура осылай билеңіздер. Мынау сізге, мынау жаңағы өткір құдаш екен ғой міне. Және ұлдана мынау сізге. Жігіттердің қолын алып қоя саламыз болды. Ағамнан ұят деді, ағама бір кесені берейін аға. Рахмет сізге. Сізге есіміңіз кім? Нұрсейіт. Молодец. Шықпай қалған қазір бүгін қалап болды шыққанда стакан мен алатын едім деп. Мінеке, тіл алғыш болсаң жақсы міне. Шыға сал болды жақсы. Жақсы билеп, дастархан төрінде жайғасыңыздар. Болды, керемет. Сыйлаған тойымыздағы. Шашуды алған жақсы. Нағашылардың шашуын қылда енді бөліп алып деп сенеміз. Той жұмысты болсын. Енді аяла қызымыздың тұсауын кесіп алса қардақта қайын. Тураға есептеп қойғанда кішкентайлар юрс келеді ғой. Кәні қызымызды әкелейік. Енді тұсау кесердің тарихын барлықтарыңыз білесіздер. Өмірде сүрінбесе екен, тұсауын кескен кісілердің жолын берсе екен деп үлкен ниет жатыр боларының астында. Сондықтан да осы біздің салт дәстүріміз өзінің кереметтей жалғасын тауып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деген сенімдеміз. Құдай қаласа, қанша дегенмен өмір болғаннан кейін өмірде қиындықтар да кездеседі. Сол қиындық. Бүгін сау болсын. Нешеге? Осы кісістен Құдай қаласа осы түрі жеңге. Навен жаңа айтылған тілек бір бөлік қызымызға деген арнайы тілегімізді айтып, тұсауын кессеңіз, сіздердің жолдарыңызды берсін қызымызға және кереметтей Айдос пен Райхандай бақытты жұпқа. Аға бәрекелді. Негізі өзі өмір болғаннан кейін жылдан жылға тұсаукесердің де өзгеріп келеді. Негізі мен алып баратқан бір данышпан емеспін. Болмаса бір аким емеспін. Но бірақ әр адамның өзінің қанша жақсылығы болса да аз-маз кемшілігі болады. Ал енді мынау бүгінгі аяла қызымыздың болашағы менің қуанышты күндерім мен менің жақсы күндерім сіздермен өткен жақсы күндерімдей мықты болсын. Ал енді кемшіліксіз адам болмайды. Ондай менің басымнан өткен майда шүйде кемшіліктерім аяланың алдынан өтпесін. Айтарым, бала жетіге келгенше жерден жетіден таяқ жейді дейді. Но бірақ ол балалық кездегі сүріну, ал өмірде жолы ашық бол, ешқашан сүрінбесін, бақытты болсын, ата-анасының екі жақтағы әжесінің көз қуанышы болсын. Солардың бәрінің қызығын осы жерде отырған бәріміз төрт көзіміз түгел
куәгері болып жүре берейік. Дені сау, үлкен азаматша болып өссін. Алдындағы әпкелеріне, Алла қаласа артынан еретін балаларына қамқор болсын, сүйеніш болсын. Ал енді осы жерде отырған бүкіл көпшіліктің тілегі бір, Алла соны қабыл етсін. Жаңағы нағашы апасы айтқандай, ниетіңіз қабыл болды. Құда қаласа, әр шаңырақтың қуанышы болатын ұлдар келе берсін. Жақсылық болсын. Рахмет. Жалпы адам баласын өте әдемі ететін, көркем ететін ол қарапайымдылығы екен. Ағамыздың сөз бастауы мен үлкен қызметте болмасам да, бай бағлан болмасам да тұсауын кескізіп жатыр деп бастады. Бірақ мына сіздің сөзіңізге қарап, тегін адам деуге келмейді ау. Адамның сөзінен таным деген жалпы сіздің ой өрісіңіз, сіздің көзқарасыңыз баламызға жұғыс болса да жетіп жатыр. Құдай қаласа өзіңіз айтқан, майда шүйде адам болғаннан кейін кемшіліктер ол кісіде болмасын деген сөздің астарында үлкен мән жатыр. Құдай қаласа қызымыз өмірде сүрінбесін, сізге серік болып жаныңызда табылатын Гүлмира жеңгеміздің де бір ауыз тілегін тыңдайық. Мынау жаңағы өзім жолдасым жақсы айтты деп ойлаймын. Соған қосыламын тілегіне. Енді одан артық айтатын ештеңе жоқ. Тек қана мына қызымыз үлкен азаматша болып өсе берсін, дені сау болсын, инабатты, парасатты, сұлу, ақылды қыз өсе берсін. Екі жағы ата-анасына да, екеуге де күшті ел жақтағы атасы мен әжесіне де сүйікті немере қыз өсе берсін, артынан ере берсін, Құда қаласа деп жатырмыз. Той құтты болсын жаным. Айдос, Айхан, міне осындай рахмет, міне ата-аналарды сыйлап той жасап жатсыздар ғана. Міне сіздерден көрген нәрсені бала-шағаңыз еститін ете. Жол үлкендердің жолын бере берсін сіздер. Рахмет жеңше. Өзі Айдос пен Райханның осыдан бірнеше жыл бұрын бір ниеттері болып, ата көкпар берем дегендей бір ниеттері болып жатқан кезде, анау пандемия деген бәле басталып кетті ғой. Но бұл да бұл соның жалғасын таба берсін. Рахмет. Өйткені осы шама көпшілік Құдайдан тілеп жатыр. Оның барлығы құр қол қайтпайды деген ойдамыз. Алла аса мейірімді. Құдай қаласа сол тойында куәсі болайық. Бүгін енді қызымыздың тұсауын кестік. Өзіңізді үлкен азаматша болсын. Кәнекей, қызымызды ортаға алып келейік, атасы мен апасы. Кәне келіңіздер. Аяға бақ алып кет. Айдосты түсірейік та бүгін. Дүйсен атасына қарап қояды қызымыз. Қуанса бала қуансын деген. Жалпы бала не білет деп ойлаймыз ғой. Бірақ бала анасының ішінде жатқанда бәрін біле деген ғой. Демек кішкентай қызымыз қазір бәрін түсініп, бәрін біліп тұр деген сөз. Ал қызымыздың жолы ашық болсын. Дүйсен көкесі тұсауын кесті. Ал қаз балам. Ал қаңдасын енді. Не таңдар екен? Кітап, ақша, машинаның кілті, дәрігердің әдемі құралы. Қандай атасыңыз деп тұрген ғой. Атасы таңдады болыс. Атасы болса бір түгі бәрі болатыныз. Қайсы таңдаймыз? Дүйсен көкесі тартқан бұл көп ойланып ғой. Ойланып жасайды сияқты бәрі әкелді. Ал апасы не таңдаған қалайсыз? Әрқайсысын беріп қойыңыз, біреуін алады ғой. Дәрігер болатын болды ардақтағы ағайын. Жараспал. Көкесі көтеріп қойыңызшы атасы. Көпшілікке көрсетіңізші, мынау әдемі аспап. Құрметті көпшілік, аялаға
жаңағы мен айттым ғой, көріп жатырмыз деп. Киім кешек анау мынау әкеп жатады, мысалы. Бірақ мен ойладым, менің әкелген ертең ол кие ма, кимей ма. Бірақ папасы мен мамасы өздерінің қалағанын сол конверттің ішіндегі сыйға шалып береді өздері. Өсетінде түрі өзгеріп жатыр деп, міне сыйлықтың өзі әдемі. Таңдаған затын алсын деп, конвертке сыйғызып, рахмет келіңіз. Және көкемізге де құр қол қайтпасын деп, осы кісілердің жолын берсін деп арнайы дайындаған сый-сияпатымыз бар. Ардақты ағайын, жалпы кітаптарды ашып қарайтын болсақ, сыйлықтың тілі бар дейді. Сондықтан жақын адамдарға сыйлық беріп тұрыңыздар, сыйлық бір-бірлеріңізді жақындастырады деген екен. Сондықтан бұл енді үлкен сыйластықтың белгісі, көкемізге, жеңгемізге арнайы сыйлығымыз бар. Той иелерінің атынан. Көке дүйше рахмет сіздерге. Құдай қаласа қызымыз сіздерде болса еш өкінбейміз. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Құдай қаласа сіздерде немере сүйсін деген ниетте сіздерге осындай қадам күтті болсын деп жасадық. Сіздерге үлкен рахмет. Мынау енді кішкене болса сый-сияпатымызды қабыл алыңыздар. Рахмет көкемізге, қазақтың үлкен құрметінің белгісі шапан. Апамызға мінекей кереметтей сый-сияпат комплекті. Тойға жақсылыққа жаратыңыз, табыңыз. Рахмет, сіздердің жолдарыңыз берсін. Қызымыз өмірді сүрінбесін ең бастысы. Той төріне жайғасыңыздар. Дүйсен көкеміз бен Гүлмира жеңгемізге қошемет ардақтағайын. Төрлетіңіздер. Алып келген сыйлықтарыңызға мың алғыс. Алғаш баласы мектепке барған бір досымыз айтады, балаң қалай, сабақ жақсы оқыды ма десек, күніге бара берем ба деп жылап жүр дейді ғой. Ол 11 жыл оқитын қайдан білсін. Соғыса мен Айгөркемнің де биылғы Құдай қаласа қыркүйек айында мектеп табалдырығын аттайтын сәт екен. Қадамы құтты болсын, күлкісі шатты болсын. Ортамызға шақырамыз Айгөркемнің топ деген тамаша әні сіздер үшін қабыл алыңыздар. Кәніге, тойықты болсын Айгөркем.
Айгөргем әдемі көйлек ал, әдемі гүл өзіңе. Осы әулеттің гүлі бол, Құдай қаласа. Қымбат ағай, тіл көзіміз тасқан, қыздарымыз аман болсын, еркелеп өссін. Ендігі керемет тілектен жалғасын біз аудандық мәслихаттан, аудандық сайлау комиссиясынан келіп отырған, аудандық жастар ресурстық орталығынан келіп отырған Айгенің әріптестеріне арнайы ұсынамыз. Бақыт ағайымыз бастап, Имангелді, Гаухар, Талғат Гүлбану, Нұрлан Сәуле, Кәдіржан Жадыра, Сабира, Ағнұр ханымдар мен мырзалар деп ортаға шақырамыз. Және Марат Ағнұр, Мағжан Гүлнұр, Әділхан Матлюба, Жандос Кәмшат, Нұралы Әсел ортаға келсеңіздер. Жамбыл Айнұр, Абылай Жансая, Жанатбек Балнұр, Бағлан Айгерім, Досжан Маржан, Жасұзан Аяулым, Сәкенбай Надира, Ұлан Рая, Гүлжан Елмира, Дархан Ағниет, Аружан Шұғыла, Ағниет, Ағырке, Мереке, Асылхан Гүлмира, Нұргүл, Нұрсұлтан ортаға келсеңіздер. Кәлеке, баш әрсілерін Айгерім өз қайта. Ал қымбатты қонақтар, мінекей ел алдында жүрген азаматтарымыз ортамызға келді. Ендеше бұл кісілердің де отбасына жақсылық тілейміз. Еліміздегі барлық мәселелердің оң жағынан дұрыс шешілуіне әрине біз тілектеспіз. Елімізде тек тыныштық болсын, отбасыларымызда қуаныш болсын. Сөз кезегі өздеріңізде. Құрметті тойға шақырылған қонақтар, бүгін Айдар ағамызбен Тазагүл шешеміздің зейнеткер жасқа келіп отырған үлкен тойына келіп отырмыз. Мынау Айекең қанша дегенменен әлі сыр бермейді, зейнетке келіп отырса да өзімізде қарап отырсақ, ешқандай мінбедім, бәріміз де қуаныштымыз. Мынау енді сіздердің өсіріп отырған ұл қыздарыңыз Айдос пенен келіндеріңіз Райқа мынау үлкен қуанышқа кеңейтіп жатыр сіздерді. Құдайға шүкір, той жасап беріп жатыр, қыздарыңыз бар, немерелеріңіз бар. Жаңағы қуанышына келіп отыр. Неғыл дейміз, мынау өсіріп жатқан ұл қыздарыңыздың көре беріңіз. Әрқашанда осындай той бола берсін. Мынау енді Құдай қаласа Айдос пенен Райқаның артынан жаңа бәрі айтып отыр. Ол бола келе берсін, соғысын, соның қызықшылығына көре берейік. Сүндет тойында болайық. Бәріңізге де осындай той құтты болсын. Зейнеткерлікке келгендер құтты болсын. Құрметті Айдар көке, жеңеше, тойларыңыз құтты болсын. Енді той Айдос мен әнім сияқты болып кеткен. Ол енді өзінің характері шыға сыртқа мұз сияқты, мұз шатқан сияқты суық болғанымен жүрегі жылы, керемет жігіт. Мына зейнет жасына келіп отырсыздар. Елдеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Еңбектің зейнетін көре беріңіздер. Қара көз қарындастарымыз өсіп отыр, өте қуаныштымыз. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Қатарларыңыз көбейіп, немере шөберлерді қызық көре беріңіздер. Қызмет жасай берейік, той болса берсін. Рахмет. Ал құрметті тойға жиналған көпшілік, Айекең, Райхан, тойларыңыз құтты болсын. Көкеміз бен апамыз алдарыңызда шапқылап жүре берсін. Осындай той баршаңызға жүрісті болсын, Құдай қаласа. Кішкентай қарындастарымыздың артынан ертең мықты елдің атынан сөйлейтін сондай бір азаматтар дүниеге келсін деп тілейміз. Нұрбай жаба, Құдай қаласа, енді тойға ата келетін тойға келіңіз келесі жолы бұйырса. Сондай тойда баршамыздың басымыз қосылып нәсіп етсін. Рахмет. Осы екен барша қонақтар қосыламыз деп жатыр. Сондықтан ортаға жақындайық, той иелері. Келіңіздер, еселі суретке түсіп алсақ, Айеге келіңіз. Жеңгемізге мың алғыс. Мың алғандарыңыз алғыс болсын.
Осыншама ел алдында жүрген азаматтардың барлығын өте жақсы танимыз. Бұл дүниедегі ең сұлу жан кім дегенде мінезі көркем жан дейді екен. Сондықтан да халықпен етене араласатын барлық азаматтың дені сау болсын, отбасында қуаныш болсын ағайын. Қызметте де өсу болсын, тек қана жақсылық болсын. Ортамыздан кетпейміз, сіздердің құрметтеріңізге арнайы кішкентай ғана әнші қызымыз Адина қызымыздың Балқия әні ортаға барша қонақтарды биге шақырамыз. Кәне Балқия, Айекеңнің коллективі. Toyda
Әйтпесе айтуы мүмкін, бұлар бізден асып билеген жоқ қой. Көрсетіңіздер, күшті билейтіндер бірді біліп қоям ғой мен. Мынау сіздерге мінекей. Әр жұмыс елдің қамы, бірақ соның ортасында достардың да тойында көңіл көтере білген сіздерге мың алғыс. Мемлекет қапты уже. Мақұл, құтты болсын. Жақсы қашағасын естелік болсын.